Ертеректе Баласағұн қаласына елік еткен бір билеушінің баласының түсіне үнемі қасқыр кіріп, оны қуып жүреді екен. Баласының түсін әкесі балгерге жортады. Сонда балгер: «Мәртебелі тақсыр, сіздің балаңызды жеу үшін бір сырттан қасқыр келе жатыр екен. Ол қасқырдың қаншығы сіздің балаңыздың жүрегіне жерік екен», деп түсін жорып береді. Балгердің сөзіне сенбеген әкесі атағы шыққан басқа көріпкелді алдырып, оған баласының түсін баяндап береді. Бұл көріпкелде алдыңғы балгер айтқанды қайталаса керек. Сонда малы таусылған баланың әкесі көріпкелге: «Менің баламды өлімнен құтқарудың жолын айтсаң, бар тілегіңді орындаймын», дейді. Сонда балгер: «Осы жерден 4 күндік жерде бір кедейдің сырттан иті бар. Егер балаңыз үлгеріп жетсе, сол ит қана оны өлімнен құтқара алады. Балаңызды тез арада аттандырыңыз», дейді. Әкесі сөзге келместен баласын сәйгүлікке мінгізіп аттандырып жібереді. Бала тоқтамастан шауып, 3-ші күн дегенде артынан қасқыр түсіп, бастырмалата қуады. Сәйгүлік болдырып шабысы бәсеңдегенде қасқыр да жетіп қалады. Сонда алыстан үрген иттің даусы естіледі. Иттің даусынан сескенген қасқыр тоқтап қалады. Иттің даусы басылған соң қайта қуып балаға қуып жетеді де аттың құйрығынан тістеп тартып тоқтатады. Осы кезде алдынан ақ сарбаз төбет атып шығады. Итті көрген қасқыр атты жібере сала орнынан тапжылмай тұра қалады. Иттің сырттаны мен қасқырдың арланы алыса кетеді. Адамдардың оқыс шыққан дауыстарына ит қарап қалғанда қасқыр оны желкеден бас салады. Осы кезде иттің иесі жетіп: «Қап әттеген-ай, бекер жасадың, енді иттерге қасқыр қожалық ететін болды», деп беліндегі кездігімен қасқырдың қарнын жарып өлтіреді. Сөйтіп ит те қасқыр да мерт болады. Міне осыдан бастап итті бұрын тістеп басып қалған қасқыр атаулыдан ит қорқатын болған екен.